Өткенін ұмытпаған, баһадүрлерін ұлықтаған ұлан ғайыр атырапта бүгін мереке. Бұл мереке құтты болсын ағайын. Бүгінгі мерекенің орны өзге. Қанымен қара тасқа қашалып, ғасырлар бойғы арман тілекті бойына сіңіріп, сағым жылдардың елесін арқалап, асыға жеткен арманымыз ғой бұл. Дала төсінде тербеліп тұрар тәуелсіздік бесігі, шар тараптағы сағыныштарды біріктірері сөзсіз. Осы орайда тәуелсіздік жолында шейіт болған боздақтарымызды ешқашан ұмытпаймыз. Тарихқа көз жіберетін болсақ, тәуелсіздік 1986 жылы желтоқсан оқиғасында алаңға шыққан жастардың ерік жігері. Ең алдымен барша қазақстандықтардың арман мұратының салтанат құруы. Патша дәуірінде де, Кеңес одағы кезінде де тәуелсіздікке деген ұмтылыс халқымыздың едәуір бөлігінде қалыптасты. Біз 100 жыл отаршылдықтан кейін 20 ғасырдың аяғында қайта жаңғырған мемлекетпіз. Тәуелсіздік бұл азап пен төзімнің, халықтың сан ғасырлар бойы еркіндікті аңсаған шыдамының өтуі. Ынтымақты ұран, татулықты ту еткен бейбіт халқымыз осы уақыт аралығында толағай табыстарға жетті. Мемлекетіміздің қарқынды дамуы, тұрақты саясат пен ішкі бірлігіміздің арқасы. Рухы биік, намысы берік бабаларымыздың ғасырлар бойғы асыл мұраты, азаттықты аялау, тағдыры ортақ, тұтас халқымыздың бірлігін сақтау біздің басты мұратымыз. Бірлігіміз бекем, тірлігіміз тиянақты болсын. Тәуелсіздігіміздің тұғыры биік болғай. Әнұраным шырқалы біз тілімде, көк байрағым желбіреп тұр көгімде. Халқымыздың арманы сан ғасырлық, Қазақстан тәуелсіз